ютубқа осындай футаж жасап үйренейік. Бізге иншот программасы қажет. Новыйға кіріп, пустойды таңдап аламыз. Осыдан кішкене уақытын ұзартайық. Задний фонға мен рамкалар дайындап қойғам осындай. Рамканы қоямыз. Оған фотоға кіріп, ютубта тұрған фотоңызды қойып, маскаға кіріп, домалақтап қойып аламыз. Өйстіп размерлерін қойсаңыздар болады. Кішірейтіп, үлкейтіп, өздеріңіз қалағанша размерді таңдап аласыздар. Қойылды размері. Енді содан кейін ютубтағы аты жөнді жазамыз. Текстке кіреміз, ол үшін менікі Салтанат Жамбыл. Осыны қоямыз. Артқы этикеткасы сұр болып тұр екен. Ол керек жоқ, алып тастаймыз. Сәл кішірейтіп қоямыз. Екіншіде добавить текст дейміз да, подписаться деп жазып аламыз. Оның этикеткасын қызыл қылып алып, қызыл цветін таңдаймыз. И формаларын домалақ, төрт бұрышты өздеріңіз қалағанша қоя бересіздер. Бұны сәл кішірейтіп алып, и осыны копировать етіп жанына қоямыз. Оны изменить етіп аламыз. Сонда подписки или болмаса вы подписаны деп жазып аламыз. Осылай. Бұның артқы фоны сұрғыламыз. Осылай өзгереді. Ендігіде қолдың белгісі смайл қоямыз. Қол күшті деген. Бұның этикеткасы сұр болып тұр екен, ағартып аламыз. Керек жоқ этикетка бізге. Осындай кішірейтіп анимациясын таңдайсыздар өздеріңіз. Жаңа подписки өзгертілді, міне анимациямен шықты. Стикерге кіріп, дифке кіреміз. Стикерінің ішіне курсор деп жазамыз. Кез келген қалаған курсорларыңызды таңдайсыздар. Мен осын таңдадым. Жаңа подписаться дегеннің үстіне қоямыз. Бұнды басқан кездегін кесіп, қалған кесіп алып тастаймыз. Басқанда подписки деп өзгереді.
подписаться дегенге де анимация қойсаңыздар болады. Шығуында выходқа қалаған анимацияларыңызды таңдайсыздар. Мен осыны таңдадым. Подпискаге ходқа таңдаймыз анимация. Осыны таңдадым мен. Міне көрейік енді қалай шығады. Басамыз, подписка шығады и қол шығады. Птичканы басып музыкаға звук и эффект импортқа кірген кезде мен уже курсордың дауысын дайындап қойғанмын. Соның дауысын таңдаймыз. Оны кесіп өзіңізге ыңғайлы звукты қоямыз. Вот дайын енді көрейік. Сохранить етіп аламыз. Осыны кейін видеоларыңызға қоя берсеңіздер болады. Мысалы, иншотпен жасалған видео, оның үстіне қойып көрейік. Кез келген бір видеоны таңдаймыз. Жаңағы істеген видеомызды қоямыз, футажымызды. Кесіп, жан-жақтарын кесіп, тұрып рамканың размерімен қойсақ әдемі көрінеді. Дайын. Кішірейтіп қойсаңыздар да болады, үлкейтіп қойсаңыздар да болады, өздеріңізге ыңғайлы. Қалай шыққан көрейік. Подписаться, подписки и қол. Шықты. Дайын футажымыз. Істеп көріңіз.